Ассаламу алейкум, құрметті достар, сіздермен бірге әдеттегідей біз кезекті выпускты детейлинг центрда көрсетеміз. Яғни бұл жер полностью алып жатқан детейлинг центр екен. Сіздерге завод ретінде көрінетін шығар, бірақ таныстыра кеттік. Ең алғашқы, ең әуелі біз сиденья бөліміне керек. Ең алғашқы, ең әуелі біз сиденья бөлімінен керек. Көріп тұрғандарыңыздай, мына сиденьяның бәрі сол автокөліктерге салынады. Ал мына жақта өзінің кезекті запчастылары, ар жағының бәрі кожа, рожа и подпятник полностью барлық заттары осы жерде бар. Дальше сіздерге ең қызықты сәттерді көрсетейік. Нақты.那个是皮呀，这个是那个。这台车感觉怎么样啊？那台白色的在弄了，黑色的才要交车吧？这个差不多了。我们办一个能不能让？Енді біз процесстермен бөлісетін боламыз. Детейлинг центрдің ішіне кіреміз. Полностью мына жерде коробкалардың барлығы сол сиденьяларды упаковать етіп, басқа да қалаларға жібереді екен. Ал мына жақта сол сиденьялардың барлығын установка барысы жүріп жатыр. Дәл осылай кожа-рожамен қаптап, полностью сиденьяны өздері өндіріп жатқанын көретін боламыз. Мына жақта тігіншілер өзінің кожаларын тігіп жатыр. Мына жақта болса өзіндік кожаларын кесу процесстері жүріп жатыр. Ары қартай автокөліктердің установка барысы, яғни іш сыртын полностью ауыстырып жатқанын көретін боламыз. Фарынан бастап бамперларына дейін, тіптен сыртқы бөліктердің решеткаларына дейін, полностью логотиптарына дейін ауыстырып жатқанын көретін боламыз. Салоны бар, барлығы толыққанды осы видеода көрсетеміз. Жігіттер, дәл қазір детейлинг центрға келудеміз. Таңғалудың көкесі осында. Сіздерге бағана көрсеткен мына жердегі минивендерді қалай создавать етіп шығарғанын көресіздер. Бар жоғы ана минивен 20 миллион теңге тұрады. Іш сырты капитанский сиденьямен полностью жасап тастаған, таңғаларлық. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, Mercedes Майбақтың минивендері, капитанский сиденья, полный массажермен, элитаның көкесі. Ең қызықты сәтті мен сіздерге дәл қазір айтатын болам. Мына машина Mercedes Майбақ GLS 600, 600 кузов, полностью өз сыртын қараңыздар. Мына машина жігіттер негізі 600 кузов емес. Сіздер ойлап табыңыздар қандай машинаны 600 кузовқа айналдырып тастаған. Іш сыртын көріңіздер. Таза 600 Mercedes Майбақ. Дәл осындай бізге де осындай машина бұйыртсын. Мынау жігіттер. Мынау жігіттер шын мәнінде Қазақстандағы GLS тілі келмей жатыр ғой. 450 кузов. GLS 450 кузовты дәл осылай 600 кузов ретінде жасап тастаған. Қазақстан нарығында 150 потолок 200 миллионға дейін полный комплектация сатылып жатқан машина сіздерге. Бірақ ол GLS 450-ді 600 кузовқа жасап тастаған. Айта алмаймын. Полный, тым айырмашылық жоқ қой 600 кузовтан. Кино мынау негізі 450 кузов. Бізге де бұйыртсын 600 кузов. 200 миллионның машинасына отырып көрейік та. Очень рөлін бұруға болмайды. Есқат мынау бар ғой. Билейтін машина осы жеттер бейт. Билейтін дің-дің-дің-дің деп секіп билейтін. Қараңыздар, есік жабылса, астыңға подножка жиналады. Астыңға порог жиналады, қараңыздар. Есік жабамыз. Тік. Көрдіңіздер ма? Киноға. Ал ашамыз. Мен келем бейт. Отырғым келеді. Ашам. Асты ашылады. И басып бар отырам ғой өзбейм. Көрдіңіздер ма? Қандай керемет. Мынау жігіттер, мынау Mercedes GLS 450, 450
Бірақ соны жасап Mercedes Maybach GLS 600 кузовқа айналдырған түрі. Тым айырмашылық жоқ. Нарықта Қазақстанда 150 полный комплектациясы 200 миллионға сатылып жатқан машиналар. Дәл осылар. Йо-майо. Жігіттер, Қазақстан нарығында 150-200 миллионға GLS 600 алғанша, сіздер GLS 450 сатып аласыздар 70-80 миллионға ақшаға общий жасатуымен бірге 70-80 миллион теңге болады. Дәл осылай GLS 600 ғып айдап жүресіздер. 200 миллионның машинесін жігіттер сіздер небәрі 70 миллион теңгеге айдайсыздар, ойлаңыздар. Соңында 130 миллион теңге сіздер эконом жасайсыздар ғой. Дым айырмашылығы жоқ. Бәшке. Топ, мен таңғалудамын. Сіздерге қазір Mercedes-тің 2005 жылғы форматын көрсететін боламын. Міне, қараңыздар. Дәл осы Mercedes 2005 жылғы Mercedes. Бірақ 222 кузовта жасап тастаған. Есігінің өзі пылесос қой, қараңыздар. Өзі сорып алады есігін. Салон өзгеше жігіттер, салонның өзін өзгертіп тастаған. 2005 жылғы Mercedes-теріңізді дәл осылай 222-223 кузов ретінде жасап алсаңыздар болады. Топ! Потолок! Жігіттер, мен дәл қазіргі сәтте үйде отырған жоқпын. Мен автокөлігімде отырмын. Керемет! Осымен біздің выпуск аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ал мен өзімнің телевизорымды көрейін. Сау болыңыз.